Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 46-шы сабақ. Өнерлінің қолы алтын, 10 саусақ. Оқушылар, біз білеміз. Біз 10 саусағымызбен түрлі нәрселер жасай аламыз. Түрлі аспаптарда, гитара, домбырада ойнай аламыз. Сурет сала аламыз. Дәмді тағамдар жасай аламыз. Еңбек ете аламыз. Көптеген нәрсе жасай аламыз. 10 саусақ. Шашы топпен жалғасып, күмбірлетіп күй салсақ. 10 пернені дәл басып, ойнақтаған 10 саусақ. Егер біз домбыраны қолымызға алып, күмбірлетіп күй тартсақ, және 10 пернені дәл басып күй тартсақ, ол 10 саусағымызды қозғалтып жасаймыз. Көкте бұлтпен таласқан 15 қабат үй салсақ, көк кірпішін қалаған тегеурінді 10 саусақ. Егер биік ғимараттар, үйлер салсақ, оның кірпішін қалайтын әрине біздің 10 саусағымыз. 10 саусақ біріксе, талай еңбектерді бағындырамыз. Алма, жүзім, өрікті майыстырып бау салсақ, ауылымызды көрікті ететін де 10 саусақ. Егер алма, жүзім, ағаш көшеттерін ексек, олардан бау жасасақ, әрине ол да 10 саусақтың көмегімен жасаймыз. Ауылымызды көрікті ететін де, бау қылып, бау бақшалы ететін де 10 саусақтың көмегімен жасаймыз. Оқушылар, сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, Суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.